Ассаляму-алейкум достар. Мінекей әдемі өте дәмді пирог пістірдім. Соны жасап көріңіздер де, және оңай жасалынатын пирогтың бір пирогі. Оған қажетті заттарымыз: 3 жұмыртқа шекі, 160 грамм құмшекер, бір щепотка кішкентай ғана шымшым тұз, бір қасық кішкентай қасықпен ванилин, 100 грамм сметана, клейге қосамыз, 270 грамм ұн керек, 7 грамм разрыхлитель. Соның бәрін жақсылап араластырып, жақсылап қамыр жасаймыз. 180 градуста, 20-25 градуста пістіріп шығарамыз. Одан кейін крем жасаймыз. Кремне бізге керегі 200 мл сливка, 33%, 50 грамм сахарный пудра. Жақсылап взбивать етеміз. 7 минут. Сливка салқын болу керек. Жасап көріңіздер. Взбивать ететін алдында сәл ғана кішкене мұздатып алыңыздар. Сливканы сәттілік баршаңызға, жасап көріңіздер.